Қалайсыңдар қатындар? Оның байлары. Шашыма укладка жасатып шықтым құрсын. Қаға баратын, Мадош, қайда барасың демеңдерші? Пожалуйста, прошу вас. Шақада бармайым. Каспийден кредит аламын қазір. Sana экранға қарап, домалаққа қарап, улыбай тез деген кезде. Деп күлейік та. Проблема жоқ, қатығызып роботтарды алдайық та деймін да. В общем, жердің бетінде қатындарды алдай алмай қалдық қой қазір. Өткенде үй жинап жүрмін ғой енді. Сол үй жинап жүрген бір андай помада, боянатын заттарымды тауып алдым ше. Кішкентай қапты да енді. Сол сұрық өтіп кеткен екен оны. Сонда да қойшы қимадым да. Бояна салайын деп тональный, ана тенін жақтым, үйттім бүйтім түкіріктеп тушын жағып алып үй жинап жүрсем, қызым кеп қоймайды. О, мама, қайқа барасыз? Мама, қайқа барасыз деп. Ай, шаға бармаймын десем, боянып алыпсыз. Сонда деймін да біз балаға дейін біліп алған ғой, боянсақ бір жаққа барамыз, үйде боянуға болмайды. Үйде боянамыз деп. Еш жаққа бармаймын деп. Мен де барам дейді. Нан ұрсын, Құдай ұрсын қызым. Еш жаққа бармаймын дедім. Соғысып сендерге нан ұрсын, Құдай ұрсын, еш жаққа бармаймын деймін ба. Кредит алам просто. Мына жерге жазып кетті ма бір қыз. Бәке, сіз айыз туралы бірдеңе айтсаңызшы деп жазыпсыз маған қызым ау деп. Жаным, апамна жаттауыңдайды, арнауыңдайды дегендей болды сіздікі. В общем, бұны әр қазақ айту керек қой. Оның ішінде мынау бұл ауыр тема ғой, бұл маған келмейді бұл. Мұрат Әбілдадан кейін мен отпайын ана курортта қой. Бұны айтатын адамдар бар ғой. Мысалы ертең жұмада ана имамдар айтсын, мысалы сол кісілер қанша адам тыңдап жатыр ғой. Әдем айтады әңгімені. Вот сол кісілер айтсын, тыңдатады солар. Имамдар айтсын, егерде кім елге осындай жасаса ол күнә деп айтсын сол кісілер. Енді мен шығып айтайын онда. Егерде кім деп сізна ұрғаш имам қақтан келді дейсіңдер ғой. Дұрыс қой, әр нәрсені өзін айтатын адам болу керек қой. Дұрыс қой, енді апам енді үйде отқан апам шығар, енді бір апамен бір министерствода істейсіз ба, мен кабинетте отыр дейсіз ба, жаным ау, мен өзім машинамда отырамын. Осын сіз креслоны кабинет деп қала бересіз ау деймін, Апа, енді бір сөз бар ғой, жаманды жаман демеңіз, жаманның тиер адамға пайдасы деп. Мына депутаттарды жейд, албастылар дейміз ғой енді. Вот соларға ас болсын енді. Вот солар жейд. Енді АЭС-тарын салынған кезде түбімен жеп қояды. Уайымдамаңыздар. Салынады, бірақ оған жұмыс жасауға бізге мұрша бермейді ау. Министерстводан бастап жейді. Өздері жеп, өздері той, өздері жарылады. Одан кейін өзіміз рахаттанып өмір сүреміз. Ничего. Бұдан да жаманын көрерміз уақытында. Уайымдамаңыздар, қатындар.